Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айнура. Бүгін бізде лайв влог болады. Мен Магнумға барып, аздап азық-түлік алып келсем ба деп жатырмын. Алматыда бүгін таңертең қар жауыпты. 2 күн алдын ғана кәдімгі жаз шыққан сияқты болып еді, енді ауа райы түсініксіз болып тұр. Айтпақшы айтып өтейін, менің рецепт видеоларымды көріп жүрген жандар болса, мен рецепт түсіруді тоқтатқан жоқпын, алдағы уақытта міндетті түрде түсіріп салатын боламын. Күтіңіздер. Ал кеттік. Бізге апорт жақын орналасқан, осындай көпірден өтсек болды. Апорттағы Магнумға барамыз. Магнум мына жерде, бірақ мен апорттың іші арқылы барғым келіп тұр. Бір жағынан түсіріп аламын. Алматыдағы кез келген торговый центрдар Шымкенттікінен үлкен екенін білесіздер ғой. Таңдау көп болады. Көптеген бутиктер бар. Қазір продуктовый рядқа келдім. Картоп, пияз, біз барлығын алып алдым. Бұны түсіретінде ыңғайлы болмады. Енді қазір көреміз. Нақты список жазып шықпадым, көрген нәрселерді аламын. Мен барлығын аз-аздан алып жатқаннан кейін осындай кішкентай болып тұр продуктым. Ыдыстардың рядына келдім. Мыналар ұнап тұр маған. Домашний майонездің рецептін саламын жақында. Соған бір керемет осында ыдыс іздеп жүрмін. Енді мына жерден бір макарон алу керек. Ең кішкентайын аламыз. Қазір көремін қандай түрін алатынын. Ал мен продуктымды алып біттім, барлығын осы аз мөлшерде алдым, бірақ жеткілікті осы. Енді кассаға қарай бара жатырмын. Продуктілерді алып алдық, енді үйге барып, бір кешкі ауызашарға тағам істеймін. Палау істесем ба деп жатырмын, енді көреміз үйге барған соң. Нан алдым, міндетті түрде. Жұмыртқа. Мынандай макарон алдым. Горох. Және президент сметана. Мен өте жақсы көрем. Мынандай кішкентай ғана томат алдым. Мына порошок, бұл енді тәрбесі. Картоп, сәбіз, күріш алдым. Бүгін палау істеймін. Пияз. Және де осындай 3 қана дана помидор қызанақ алдым. Осының өзі өте қымбат. Енді жетеді бір күнге жегенге. Және осыған осындай чек берілді. Бағасы 3246 теңге кетті, аса қымбат емес. Сонымен енді барлығын жайғастырып шығамыз.
уже қызды. Енді қазір біз осындай тауық етін саламыз. Бүтіндей саламын. Кейін піскеннен кейін турайтын боламыз. Тауық етін осы қуырып алдық. Қазір қозғауға ыңғайсыз болғандықтан бұны бөліп алдым. Осы пиязды қосамыз. Пиязды өте қатты қызыл болғанша қуырып аламыз. Пиязымыз осылай сарғыш түске ене бастады. Енді қайтадан етті қосамыз. Және осының үстіне сәбізді саламыз. Жақсылап араластырып, сәбіз жұмсарғанша қуырып аламыз. Сәбізіміз жұмсарды. Осылай бетін жауып, арасында қозғап тұру арқылы қуырып аламыз. Енді су құямыз. Міне осылай бетінен асырып, суды құйдық. Енді тұзды қосамыз. Егер сіздерде мейіз, сондай бір палауға қосатын заттарыңыз болса, қоссаңыздар болады. Қазір біз тұз қосамыз. Тұзды мен осылай көз мөлшерімен қосып жатырмын. Жақсылап араластырып, бір 5-10 минуттай уақытқа қайнатып аламыз. Мінекей қайнаттық 10 минуттай. Жаңа басында біз мына күрішті салқын суға салып қойған болатынмын. Енді осыны қосамыз. Күрішті салдым. Бізде суы кішкене көптеу болғандықтан мынау күріш көрінбей тұр. Араластырмаймыз, тек салған күйі бетін тегістеп, осылай қойып қоямыз. Бетін жауып, суы тартылғанша күтеміз. Палауымыздың суы тартылды толықтай. Арасына аздап ауа кіргізіп алдым жаңа шаспен. Енді тарелкаға саламыз. Мінекей палауды осындай тарелкаға салып алдым. Енді бізде тауық еті. Ет жоқ болып тұр енді әзірге. Нерге салат тұрып қойдым. Жерге аздап сметана құямын. Осы палаудың толық рецепт видеосын описаниеге сілтемесін қалдырып өтетін боламын. Міндетті түрде қарап өтіңіздер. Енді бұл жерде біз қолдағы бар азық-түлікпен жасадық. Президентский парктен келдік. Фотосессия болып отыр мына жақта. Қайырлы күн достар. Мен Алматы қаласындағы біздің тұңғыш президентіміздің атындағы паркке келдім. Өте керемет парк екен. Мен алғашқы рет келіп тұрмын бұл жаққа.
Қазір ішін аралап көреміз. Мына жақта президенттің мүсіні бар екен, сол жаққа барайық. Міне, келдім қасына. Күшті көрініп тұр. Бірінші келген кезімде дала салқын болып тұрған, қазір күн шықты. Бұл енді тауға жақын орналасқандықтан салқын болады, бірақ ауасы тап-таза, керемет болып тұр. Кейбір жерлерінде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр екен. Мына кіреберіс жағын түсірмедім, себебі ол жақта да бір жерлерін реттеп жатыр. Мына жақта игровая площадка бар екен. Ойын алаңы. Сіңілілерімді ертіп келгенде апаратын едім осы жаққа қарай. Әлі күн онша жылымағандықтан ба, мына адам аз жүр. Жазды күні келсек, немесе бір 2 аптада күн жылып қалатын шығар, сол кезде адам көп болады. Мына жерде мороженое сатып тұр, бірақ қазір мороженое алсам вообще жаурайтын сияқтымын. Жалпы осы саябақ туралы кішігірім ғана ақпарат айтып өтейін. 2001 жылдан бастап бұл жер уже құрыла бастады. 2010 жылдың мамыр немесе маусым айында ашылды. Одан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бұл жерде әртүрлі спорттық ойындар өтеді және мерекелерде әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Биылғы наурызда да келгенімізде болар еді, бірақ карантинге байланысты келе алмай қалдық. Наурызда үйде өткіздік. Әйтпесе мен Алматы қаласында болдым наурызда. Міне осындай керемет парк, өте үлкен. Менің алдыңғы медеудегі видеомды көрген болсаңыздар, ол жерде де айтқан едім, спортпен айналысуға, күнде келіп демалып тұруға өте керемет жер екен деп. Сол сияқты бұл жерде сондай, ауасы тап-таза. Әл-Фараби көшесі мен Науаи көшесінің қиылысында орналасқан, Бостандық районында. Арасында кіріп те жүруге болады. Инстаграм желісінде байқасаңыздар, блогерлердің тойларында осындай жаңағы тойдан алдын фотосессиялар болады, осы жерге келіп түсіреді. Мына жерден өтіп баратса мынандай белкалар жүр. Тықырлап жүргендерім бар. Кәдімгі бір орманға кіріп кеткендей болдық қой мына жаққа кіреміз деп. Міне жап-жасыл болып тұр, керемет. Бұлай, бұл жердің әдемілігіне менің тіптен сөздік қорымда жетпей жатыр да. Сипаттай алмай жатырмын. Видео сөйлесін деп айтамыз ғой. Солай болып тұр. Мына тиынды тағы түсіріп алғым келіп тұр. Өте әдемі екен. Бірінші рет көріп тұрмын мен енді. Шошытып алмай жайлап барайын. Ой, қашып кетті. Мына тиынды қараңыздаршы.
Әрең жеттім ғой артынан. Секілді екен, болды, менен қашып кетті ары қарай. Айтқанымдай, жаңадан үйленген отбасылар осындай фотосессияға келген. Қатты жақындатпай ақ қояйын, енді жақынға бармай ақ қояйын. Осылай күшті. Мына жер не екенін білмейді екен. Мен шынын айтқанда бірінші рет келіп тұрғандықтан нақты ақпараттар айта алмай тұрмын. Жай өзімнің бір көргендегі сезіммен дейміз ғой. Сонымен бөліскім келіп түсіріп жатырмын да барлығын. Қазір бір жерге барып кофе ішіп алайын. Ары қарай видеоны жалғастырамын, себебі қазір мен телефонымның қуаты бітіп жатыр. Мен мұнда чай ішуге келдім. Чай с молоком заказ бердім. И круассан. Да, телефонымды зарядкаға қойып қойдым. Bunu hep söyledik. Ал міне бүгінгі президент паркінің обзоры осымен аяқталды. Ең көрікті деген жерлерін жақсы етіп түсіруге тырыстым. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.